Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, керемет болып шығатын закусканың рецебімен бөлісетін боламын. Қонақтарыңызды таң қалдырғыңыз келсе, осыны жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Қарапайым заттардан жасалуы өте оңай. Менімен бірге жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге қатпарлы қамыр керек. Менде дүкеннің қатпарлы қамыры, яғни слоеный тесто. Бізге 500 грамм қажет. Қатпарлы қамырымызды ертіп, осындай 4 бұрыштарға бөліп шығамыз. 10-ға 10 қылсаңыздар да болады, немесе қалауыңызша әртүрлі қылсаңыздар болады. Оқтаумен кішкене жайып жібересіңіздер, қатты жаюдың қажеті жоқ. Айтпақшы, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, еңбегімді бағалап кетіңіздер, лайк басыңыздар. Мен одан да көп видео салуға тырысатын боламын. Осындай 4 бұрыш қылып кесіп аламыз. Одан соң пышақтың көмегімен форма жасаймыз. Екі шетін кесіп тастаймыз. Ауысқан қамырды тастамаймыз. Одан кейін барлығын жинап пісіріп алсаңыздар болады. Кейіннен одан соң кішкене шай қасықтың көмегімен осындай форма жасаймыз. Артқы шетін осылай бүктейміз. Одан соң шпажканың көмегімен осылай форма жасап шығамыз. Кішкене басамыз, қатты баспаймыз үстін. Тағы да бір рет көрсетіп кетейін. Жақсылап қарап алыңыздар. Бұны қалаған пішінде жасасаңыздар болады. 10-ға 10 емес, немесе одан кішірек, немесе одан үлкендеу қылып жасасаңыздар да болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Одан соң табамызға пергамент қағазын төсеп, осылай қойып шығамыз. Одан соң бетіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз. Сап-сары болып, әдемі болып тұру үшін. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Одан соң қызып тұрған пеште 10-15 минут пісіріп аламыз. Салмасына қажет заттарымыз осылар. Толықтай описание бөліміне жазып кететін боламын. Крабовый палочкиді осылай 4 бұрыштап майдалап тураймыз. Негізі салмасын өздеріңіздің қалауларынша өзгертуге болады. Суға қайнатылған 2 жұмыртқаны осылай теркадан өтіреміз. Сарымсақты қосамыз. Осылай чеснокодавкіден өтіреміз. Немесе майдалап турасаңыздар да болады. Аскөкті майдалап тураймыз. Плавленый сыр саламыз. Егерде сіздерде сыр қатты болса, оны теркадан өтіреміз. Барлығын ыдысқа салып, жақсылап араластырамыз. Осылай толықтай суығаннан кейін ғана кесеміз. Ортасын өткір пышақтың көмегімен толықтай суығаннан кейін кесуіміз керек, достар. Сонда тегіс болып кесіледі. Кішкене жерін қалдырамыз, толықтай кесіп тастамаймыз.
осылай ашылып тұратындай қыламыз. Ортасына салмасын саламыз. 2 шай қасық салсаңыздар да жетеді. Жұмыртқаны қоятын орын дайындап, жұмыртқаны қоямыз ортасына. Мінекей біздің осындай әдемі, керемет закускамыз дайын болып шықты. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаңызға сәттілік.